Президент жолдауында Алатау Ситиге ерекше мәртебе берілетін мәлімдеді. Бұл Орталық Азиядағы алғашқы толық цифрлық қала болмақ. Мемлекет басшысы үкіметке 10 күн ішінде мәртебе беретін жарлық жобасын әзірлеуді, ал 6 айдың ішінде басқару тетігі, қаржылық моделі және өзге де маңызды қырлары айқындалған жеке заң қабылдауды тапсырды. Біз барлық қаржылық операция мен сауда-саттық түгел криптовалютамен жүргізілетін қаланың кейпі қандай болу керектігін сарапшыдан сұрап білдік. Ол бірнеше факторларға байланысты. Бірінші, ол Қазақстанда үлкен бір экономикалық өсу орталығын құру болып табылады. Қазақстан орталық Азияда өзін цифрландыру саласында, технологиялар саласында көшбасшы ретінде көрсеткісі келеді. Қаланы іске қосуға, арналған іс-шараларды жылдамдатуға, нәтижелілігін арттыруға сол үшін қолданылып жатыр. Мысалы, мұндай мемлекеттік деңгейде ерекше мәртебе беру сияқты үлкен шараларды қолға алу, ол шетелдік инвесторларға, Азияда қытайлық үлкен ірі технологиялық компанияларға сигнал болып табылады. Яғни Қазақстанға келуге болады, осында жұмыс істеуге болады деген сияқты.